Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен тестасына сармай, жұмыртқа қосылмаса да, осындай үгілмелі, жұмсақ болып пісетін самсаның өзгеше жасалу жолымен бөлісетін боламын. Соңына дейін көріңіздер. Ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар, және каналыма жазылып қойыңыздар. Алдымен шай ішетін кесемен 1,5 кесе мөлшермен 300 грамм ұнға 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасық қант салып, тоз қосылған жылы сумен жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Осы иленген қамырды пакетке орап немесе қақпағы жабылатын ыдысқа салып, бір шетке 15 минутқа қоя тұрамыз. Сосын тағы бір рет басып иілеп, әбден ашып көтерілгенге дейін жылы жерге қоя тұрамыз. Осы қамырымыз ашып көтерілем дегенге дейін 1 сағатқа жуық уақыт қажет. Оған дейін біз самсаның ішіне салатын салмасын дайындай береміз. Ол үшін бізге ет, пияз керек. Оларды әбден ұсақтап турап аламыз да араластырамыз және қалауымызша дәмдеуіштерді қосамыз. Бұл жерде пияз мөлшермен 200 грамм, ет 300 грамм. Мен осыларға дәміне қарай тұз, қара бұрыш, дәмдеуіштер қоспасы және 2 қасық соя сұйықтығы, сондай-ақ тауық етінің дәмі бар бульон қосып араластырдым. Дәмдеуіштердің бәрін қосып, жақсылап араластырып, салмамызды бір шетке қоя тұрамыз да, қамырымыз жұмсақ, үгілмелі болу үшін керек болатын ең негізгі қоспамызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін жарты кесе ұн, жарты кесе сұйық май аламыз. Сұйық майды 1-2 минутқа қыздыруға отқа қоя тұрамыз. Ұнға 1 шымшым тұз қосамыз да, қызып тұрған сұйық майды бір шетінен құя отырып, өте сұйық емес, қою біркелкі масса болғанға дейін араластырамыз. Осы араластырып отырған массамыз өте сұйық болмау керек. Өте сұйық болса, 1 қасық ұн қосуымызға болады. Осылайша самсаға керек қоспалардың бәрін дайындап қоямыз да, қамыр ашқанша күте тұрамыз. Бір сағат уақыт өтті, қамырымызда әбден ашып көтерілді. Енді оны қайталап илемейміз. Тақтайға ұн сеуіп аламыз да, оны тік төртбұрыш формасына келтіріп, барынша жұқалап, жаймалап аламыз. Енді осы жайманың үстіне жаңағы дайындап алған сұйық қоспамызды салып, бір келкі етіп тегістеп жаймалап аламыз да, бір шетінен бастап барынша тығыз қып ораймыз. Енді осы ораманы қалауымызша бөліктерге бөліп аламыз. Сосын ол бөліктерді видеода көрсетілгендей екі жағын бекітіп шығамыз. Осы бөліктердің екі шетін жан-жағын бір-біріне қосып, осындай домалақ формаға келтіріп аламыз. Осылай болғанда, қазір жаймалаған кезде ішіне қосқан сұйық қоспамыз сыртына ағып шығып кетпейтін болады.
Диаметрі 12 см, қалыңдығы 2 мм болатындай жайма жаямыз. Оған алдын ала дайындап алған салмамызды салып, шеттерін жинаймыз. Сосын алақанымыздың көмегімен жұқалап дөңгелек формаға келтіреміз. Осылай бәрін дөңгелектеп дайындап алғаннан кейін қазанымыздың түбін жабатындай етіп аз ғана сұйық май құямыз да үстіне жаңағы самсаларымызды салып, екі жағы қызарғанша 1-2 минуттан пісіріп аламыз. Майда көп уақыт ұстауымыздың керегі жоқ. Екі жағы сәл қызарса болғаны, 1-2 минут жеткілікті. Осылайша екі жағы да қызарғаннан кейін духовканың табасына салып аламыз. Сосын алдын ала 180 градуста қыздырылған духовкада 35 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей 35 минуттан соң самсаларымыз да пісіп дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Видео ұнаған болса, лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.